Біздің атамыз қазақта қуанышымыз болсын, өліміміз болсын, тойымыз болсын, тіпті үйге кішігірім мейман келіп жатса да мал соямыз. Мал сойғаннан кейін біз оларға ет тартамыз. Ет тартқанда мәселен сол сүйектердің өзінде байқап тартпасақ, біреуінің орнын алмасып кететін болса, үлкен дау шығып жататын жағдай болады. Сонан айтып жатамыз ғой, біздің қазекеңдер ет жемейді, сүйек жейді деп. Қарап тұрсаң, ода да ғылыми негіз бар ғой. Енді айтатын сөз сол табақта жатады. Мәселен, құда-жұраттарға бас, жамбас, кәржілік, сүбе қабырға қойдың құйрық майынан бір кесіп тартады. Қарасаң, сол табақтың өзі сөйлеп тұрады. Не деп сөйлейді десең, құдеке, басымызға бас қосылды. Құда болып жамбасың жерге тиді. Енді шошаңдама, мына кәржіліктің жасындай беліміз бүкірейіп қалғанда, мына сүбе қабырғадай майлы болып, бірімізбен біріміз ақылдасып, кеңес қылып іс қылайық дейді. Атаң қазақта қабырғамен кеңесейін деген сөз бар. Қарап тұрсаң, сол табақтың өзі айтып тұрады ғой. Ал енді мына күйеу балаларға мойын, асықты жілік, төс, құйрық май асылады, қосып береді ғой. Қарап тұрсаң, сол табақтың өзі сөйлеп кетеді екен. Енді екеуің бірімен бірің той жасап, біріңе бірің мына мойындай берік сүйеніш болып, ана асықты жіліктей асығып женігіп біріңе бірің қарсы шығып, төсің тиістірмей жататын болсаң, бір күні мойның үзіліп өлесің. Құйрығың майлы болмай қалады деп айтады. Өйткені малдың ішінде мына мойын үзіліп кеткен мал шорт кетеді. Белі, белдемесі үзілген мал үзіліп жатады. Қарап тұрсаң, сол табақтың өзі айтып жатыр. Ал енді мына жастарға көбінесе мойын тартылады ғой. Қарап тұрсаң, мына мойындай берік, мойындай ажырамаңдар, ажырасаңдар өлесіңдер. Қазақтың енді ізбасары мына басқа сүйеніш болатын сендерсіңдер деп айтып жатады. Сол табақтың өзі сөйлейді. Мәселен, мына өлімде қырқыңда қарасаң, мойынменен көтенді қосып, сонымен тарқатады ғой. Неге өйтеді десең, міне бас аяғың, басы мойын ғой, мойыннан бастан кейін бас аяғы бірақ жиеді деп ана көтенді айтады. Бас аяғы осымен бітті, енді қырқың өтті, ұмытылдың. Енді жылдығыңды берсе береді, бермесе бермейді ғой. Сондықтан ана бас аяғы осымен бітті деп тартып отыр. Ал енді мына тойға біздің атамыз қазақ негізінен еркек мал соймайды. Бұл да бар ырым. Әзір ескермейміз ғой. Неге соймайды десең, о еркек болса, тойдың қуанышы осымен бітеді, одан да ұрғашы мал соямыз деп, ұрғашы мал сойып жатады. Көбінесе бұны білетін кісілер бар, білмейтін кісілер бар. Ал өлімге көбінесе еркек мал сойған. Тойда басқа қосу белгісі салса, өлімде негіз самайды. Бірақ оны да ескермейміз. Өлімге сойған малдың 4 аяғын бірдей асып, біттен 4 аяғымен діктісті осымен кетті дейді. Ал қуанышқа, кеге мейманға сойған малдың бір сирағын терісімен қойып алып қалады ғой. Неге десең, қуанышымызға жалғасын, тағы да бір аяғын сүйретіп жесін деген тілеу. Басқа қосу белгі салғаны басымызға басымыз қосылсын деген сөз. Кейде осыны да ескермей жатамыз. Қазақтың ауыз емес, үйіне қойған дастарханында сөйтіп сөйлейді екен. Табағы да сөйтіп сөйлейді ғой. Сондықтан ырым тегін шықпайды. Әрқандай нәрсенің өзіндік себеп салдары болады. Кейбіреуіміз айтамыз ғой, ойбай қазақ ырым етеді, ырымы қырын кетеді деп. Сол ырымына бой бермегендіктен кейде қырын кетіп қалатын жағдайымыз болады. Ойланайық жағайын.